Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда уч-пучмактың рецепті. Міндетті жасап көріңіздер. Тауық етінен дайындаймыз. Өте дәмді және әдемі шығады. Менің каналымда көптеген қызықты қайталанбас рецепттер бар. Барлығын көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамыр үшін 200 мл жылы сүт, 10 грамм ашытқы, әзірше 50 грамм ұн, одан кейін жарты шай қасық тұз және 50 мл ерітілген сары май және де сұйық май. Барлығын жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның ағын салып тағы араластырамын. Одан кейін қалған 400 грамм ұнды салып нанды илей берсек болады. Қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Әзірге оның ішіне арналған тауық етінен және картоптан ішіндегі салмасын дайындаймыз. Картопты ұсақ қып төртбұрыштап тураймын. Маған бір ғана үлкен картоп қажет болды. Және де пияздың жартысын ұсақтап тураймын. Барлық ыдысқа саламын. Және де тауық етін төртбұрыштап ұсақтап турау қажет. Жарты шай қасық қара бұрыш және үлкен қасықтың жартысынан тұз жақсылап араластырамын. Осымен біздің салмамыз дайын. Дайын болған қамырымызды бірдей қылып бөліп шығамыз. Одан кейін шарик дайындаймыз. Бізге жайғанға ыңғайлы болу үшін. Және де енді біз оны жая берсек болады. Ол дөңгелек болу қажет. Ол дөңгелек идеальный болу міндетті емес. Сол себепті ол жағынан уайымдамаңыз. Қалыңдығына қарасаңыз, қатты жұқа емес және қатты қалың да емес, орташа болу қажет. Осылай жабыстырып шығамыз. Және де ортасын ашық қалдырамын. Қаласаңыз, әдемілеп жан-жақтарын жасасаңыз болады, болмаса осылай қалдыра беруге болады. Жұмыртқаның сарысын кішкене ғана сумен араластырамын да, уч-пучмактың үстіне жағып шығамыз. Противенің астын мен майладым. Егер қағаз бар болса, пергаменттік қағазға қойсаңыз болады. Және де барлығының бетіне қара күнжіт сеуіп шықтым. 180 градуста 40-45 минут пісіремін. Сіз міндетті түрде қайталап көріңіз. Сіздерге рецепт ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.